Мен бүгін өмірімде бірінші рет жасамақ сорпасын, яғни чечевичный суп дайындап көрдім. Соның рецептін сіздермен бөліскім келіп отыр. Ең алдымен бізге бір пияз керек, орташа мөлшерде алсаңыздар болады. Оны майдалап турап аласыздар. Содан кейін қазанға майымызды құямыз. Оны қыздырып алғаннан кейін жаңағы турап алған пияздарымызды саламыз да кішкене қызарғанда, яғни золотистой болғанша араластырып турамыз. Сол аралықта сәбізімізді аламыз, оны да пияз сияқты қылып майдалап турап аламыз. Бір ғана сәбіз алсаңыз жетеді. Егер де сіз семьяңызда 4-5 адам болатын болса, менің жасап жатқан мөлшеріммен жасай берсеңіздер болады. Пиязымыз қызарғаннан кейін үстіне жаңағы турап алған сәбізімізді саламыз. Сөйтеміз де жақсылап араластырып 3-4 минуттай бұны да бірге қуыратын боламыз. Және де мен жаңа ұмытып кетіппін, негізі пиязды қуырып жатқан кезде 1,5 қасық ұн салып осылай араластырып қуырып алсаңыздар да болады. Содан соң үстіне жарты қасық томатны пастамызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстіне жуылған чечевицамызды саламыз. Кішкене араластырамыз. Одан кейін үстіне 2 литр салқын, яғни комнатный температурадағы суымызды құямыз да 20 минуттай қайнатамыз. Қайнағаннан кейін 4-5 минут суытып, осындай блендерді алып, кішкене суытқаннан кейін майдалап блендерлеп аламыз. Прям комок қалмайынша жақсылап блендермен езіп алсаңыздар болады. Блендермен езіп болғаннан кейін дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка, куркума қосып, тағы да араластырып 5-7 минуттай қайтадан тағы да бір рет қайнатып аламыз. Алғаш рет жасап отырсам да осындай дәмі керемет сорпа болды менде. Соңында отзыв бар. Бисмилля. Как вам? ұйықтатады ғой. Адам ұйықтау керек қой. Шыдырмай ма? Жақсы шықты, Лимон күшті. Иә, бірақ чечевицасы сәл аз оқыған сияқты, сұйықтау, Или нормально ма? Наоборот, штраф болсын. Ол бізге аз болсын.